Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын картошка по-деревенскийдің рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге осындай жуып тазаланған картоп қажет болады. Осы картопты тура видеодағыдай етіп, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Достар, сіздерге видео ұнап жатса, каналға тіркеліп, мені қолдап, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып қойыңыздар. Картоптарымызды турап алғаннан кейін соусын дайындаймыз. Зайтун майына паприка, куркума, орегано, қалауларыңыз бойынша тұз, бұрыш қосып, соңынан сарымсақты майдалап турап қосып, араластырамыз. Соусты туралған картоптардың үстіне құйып, араластырамыз. Формаға пергамент қағазын төсеп, біздің картоптарымызды жайғастырып шығамыз. Соңынан қалып кеткен табадағы соусты да бетінен құйып, шамамен 170-180 градуста 50 минутта пісіреміз. Міне біздің картоптарымыз дайын, дәмі өте керемет ерекше болып шығады. Міндетті түрде сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Балзия ас болсын.